Ұлы Отан соғысы кеңес үкімет құрамында болған барлық халықтардың басын қосып, жауға қарсы тойтарыс берген ең үлкен зұлмат деуге болады. Қанша боздақ жастай қыршын кетті, қаншасы елге жаралы келді. Соғысқа алғаш шақырылған жастардың басым көпшілігі соғыс даласында із-түзсіз жоғалып та кетті. Қалай болғанда да отан үшін от кешкен батырлар ерлігі ұмытылмас анық. Бөлі ауданда соғысқа қатысқан ардагерлердің саны жыл сайын азайып барады. Мереке қарсаңында аудан әкімі Санжар Әлиев бастаған топ қаламыздағы Ұлы Отан соғыс ардагерлердің үйінде болып, мерекелерімен құттықтап, сыйлықтарын табыс етті. Михаил Врагович, в любом случае за праздник 8 мая во всем мире начинается, у нас 9 мая. Михаил Прокопьевич, мереке қарсаңында 8 мамырдан бастап барлық жерде құттықтаулар басталады. Біз ертеңде сізбен көрісеміз деген ойдамыз. Келер жылы ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойы десек те болады. Сондықтан сол мейрамды да бірге тойлаймыз деген үміттемін. Аудан әкімі, қала әкімі, мәслихат хатшысы, аудандық және қалалық ардагерлер кеңесінің төрағалары бұл күні Ұлы Отан соғысының ардагерлері Михаил Прокопьевич, Михаил Николаевич, Николай Иванович сынды ардагерлердің үйлерінде болып, олармен әңгіме өрбітіп, облыс әкімінің құттықтауын, қала берді кәсіпкер азаматтардың және де өздерінің әкелген сыйлықтарын табыстады. Өз кезектерінде ардагерлер еңбек еткен жылдарын соғыс даласындағы ерліктерімен бөлісті. Аудан басшылығы батырлардың ерлігін ұмытпай, оны жас ұрпаққа насихаттап үлгі етіп отыру баршамызға ортақ міндет екенін жеткізді. Ну что, 17 лет еще не исполнилось было. На фронт попали, да? Да. Последний призыв в 1944 году. И сейчас как вспоминаю, и сейчас смотрю, да, то, что я попал, да, в такую компанию, то, что с вас, наверное, почти все одногодки. Почти. Там 2-3 года разница. Да. А у нас было, да, намного. И вот командир придет, ругается, а он не ругайся, не ругайся. Это сынок мой. Это мой сынок. Вот так я служил. Ұлы жеңістің 74-ші көктемін қарсы алып жатырған соғыс ардагерлері соғыстың біткеніне қанша уақыт өтсе де, жүректегі жараның қалатындарын жасырмайды. Ерлікті ту еткен батырлардың ерлігі бейбіт заманда күн кешуімізге жол ашып отыр. Жыл сайын қатар азайып бара жатырған ардагерлеріміз 75-ші көктемдерін үлкен мейрамда отбасымен, аудан тұрғындарымен бірге қарсылар деген үміттеміз. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.